Ал бүгін кешке аукционда жойқын талас болайын деп тұрған автокөлікке қараңыздаршы. 2017 жылғы алдыларыңызда Lexus LX 570 деген автокөлігіміз ұрылмаған, соғылмаған, дайын күйде келген автокөлігіміз аукционға қараңыздар. Американец, араб емес, былай айтқанда бұл жақта Сахарада, былай нелерде жүрілмеген американец чистокровный белый жемшік түсте готовый вариантта келген автокөлік. Бастапқы ценасы 20 миллион теңгеден басталып тұр автокөліктің. Енді бүгін кешке енді бұйыртса дәл осы вариантқа жақсы бір талас болайын деп тұрған автокөлікте аукционда. Қараңыздар, салон автокөліктің полный электропакет, электроплавающий сиденьясымен, память сиденьясы бар, полный мультирульде, аналовый таблосымен 97 мың ғана пробег жүрілген, лавовой проекциясы бар, үлкен мониторымен, автомат коробкасымен, подогрев обдувтары бар, полный автокөлік пневмоподвескасында артында өзінің үлкен мониторларымен, енді задний климат контролін білесіздер ғой бұлардың. Қараңыздаршы, енді задний климат контролін бұл автокөліктің нағыз шикарный вариант қой бұлардың негізі. Ортасында осындай әдемі бұлардың задний климат контрольдары болады міне. Қараңыздар, подогрев обдувтарымен, задний сиденьяларында 7 орынды, задний үлкен мониторларымен, артында өзінің шторкасымен, енді задний сиденьялардың өзі электроплавающий ғой бұларда. Нағыз идеальный, нағыз шикарный вариантта келген Lexus LX 570 готовый вариант. Бұйыртса бүгін кешке аукционда ойнап қатысып көретін боламыз. Кімге қызық? 20 миллион теңге бастапқы цена. 85-ші лотта бұйыртса бүгін кешке аукционда ойнатылатын болады. Дәл осы вариантқа ойнап қатсам дейтін жандар болса, бұрындарыңыз қойыңыздар. Бұйыртса бүгін кешке 50 мың теңге ғана бұрын қойып қатысып көре аласыздар аукционға.